Қуанышты хабар, жағымды жаңалық. 2023 жылдың 30 қаңтары түстен кейінгі сағат 1:50 өткенде Шыңжаңның Үрімші шаһарынан ұшқан ұшақ Алматы әуежайына келіп қонды. Алматы әуежайында қазақтар ересен көп. Қолдарына гүл шоқтарын ұстаған қазақтар өздерінің 3 жылда 7 жылға дейін айырылып қалған туыс-туған аға бауыр ата-анасын күтуде. Көздерінде жас, қуаныштың жасы. Ал туыс-туғаны әлі келе алмаған, қолдарына паспорттарын ала алмаған кей қазақтардың жүзінен қызығу да, қызғану да, қайғы да, қасіретте көрініп тұрды. Азаматтар қолдарына домбыраларын алып, туған жерге деген сағынышын, аға бауыр ата-анаға, ағайынға, ел жұртқа деген сағынышын әндерімен жеткізіп жатты. Ұшақтан бір-бірлеп шығып жатқан қазақтарды бас салып ұшақтап, жылап, еңіреп жатқан жұртта қисап жоқ. Бұл анығында қазақ халқының тарихындағы аса сұмдық оқиғалардың бір көрініс ретінде тарихта қалуға тиіс. Себебі Мао Цзедун деген және Хрущев деген екі коммунистік императордың кесірінен қазақ халқы шекараның екі жағында қалып, 30-40 жыл бойы аңырап, жылап, зарлап өтіп еді. Көзі жасты, көкірегі шерлі қазақтың қызыл империялардан көрмеген қорлығы қалмады. Тоз-тоз болып, тозды, арып ашты, тау асып, тас басып, Такламакан шөлін кесіп, Тибеттің үстіртін асып, Гималайдың тауынан өтіп, Кашмир, Пакистан, Үндістан жағалап, ең соңында Түркиядан қоныс тепті. Оспан батыр қазағын қорғаймын деп, қызыл Қытай коммунистерінің қолында қаза тапты. Қазақты қорғаған сан-санақсыз батырлар, Әкбар батыр, Сейіт батыр, Зұлқа батыр, Елісхан батыр, Сұлубай батыр сияқты сан-санақсыз батырлар қазақ халқының қанды тарихының, күрес тарихының мәңгілік ескерткіші болып жадымызда қалды. Ал бүгінгі күнде Қытай коммунистік партиясы өзінің ата-бабасының ежелгі мекенінде, ежелгі Үйсін мемлекетінің төрінде, ежелгі ғұнның Сақтың ордасында жасап отырған қазақтарды қынадай қырмақ болды. 500 миллионда 700 мың қазақты фашистік концлагерге қамады. Онысын саяси тәлім-тәрбие орталығы, кәсіби білім беру орталығы деп атағанымен, анығында оның нағыз фашистік концлагер екендігін ата жұрт еріктілері күллі әлемге әшкереледі. Біріккен ұлттар ұйымынан тартып, Еуропарламент және Американың тікелей кірісуімен бүкіл адамзаттық қауымдастық Қытайға өре түрегеліп қарсы болды. Жапа тармағай жазғырды, экономикалық санкциялар салды. Қытай экономикасы шатқаяқтап, арзан тауарымен ұрлап алған техникалары шетелге өтпей қалды. Триллиондаған зиян шекті. Нәтижесінде Қытай тәубасіне келді. Бұның барлығы Қазақстанға көшіп келген Қытайдағы ет бауыр туысын, жақынын, жора жолдасын, ата-анасын, аға бауырын, руласын, жерлесін ұмытпай, солардың із-дерегін іздеп арызданған бәленбай мың қазақтың еңбегі. Олар тек өздерінің отбасы мүшелерін, туыстарын ғана құтқарып қалған жоқ, олар Қытай жерінде жасап жатқан, бүгінде Қытайға тәуелді болғанымен, ежелгі қазақ хандығының шығыс территориясы болған Іле, Алтай, Тарбағатай, Буратал, Сайрам, Санжы, Баркөл, Мори, Боғда, Ерен қабырға бойында жасап жатқан күллі қазақтың баласын құтқарып қалды. Қазақтар 10 мыңнан артық видео арыз арқылы Қытайдың қылмысын күллі әлемге әшкереледі. Жатқан жыланның құйрығын басқанын кеш білген Қытай ақырында есін жинады. Қазақпен алысып қайыр таппайтынын білген Қытай енді міне қазақтарды
біртіндеп жіберіп жатыр. Иә, бұл қазақтардың жеңісі. Қытай Коммунистік партиясы момын бейбіт қазаққа албаты қақтығып, өздері опық жеді. Бірақ бұған бола алданып қалуға, босаңсуға болмайды. Себебі Қытайда жасап жатқан бейбітшілікті сүйгіш момын қазақтың ешқандай бір халыққа зәбірі жоқ, зияны жоқ. Малшы, момын, мұғалім, егінші, кәсіпкер, жай шаруа адамы болып келетін қазақтардың ешқандай экстремистік, сепаратистік, террористік бағыттағы қарекеттермен қатысы жоқ екендігін күллі әлем жұртшылығы көріп біліп отыр. Ендеше Қытай мемлекетінің онда жасап отырған қазақтарға қысым жасауы ақылға да, логикаға да, Қытайдың заңына да және халықаралық адамдық құқық ережелеріне де сыймайды. Мүлде қайшы әрекеттер. Ендеше келіп жатқан аз қазаққа бола Қазақстанға көшіп келген 500 миллион қазақ, арысы 59-62 жылы көшіп келген 2 миллион қазақ алданбасын. Қытай билігі аз қазақты жіберіп, ол жердегі көп қазақты әлі де қылбұраумен ұстап отыр. Ендеше алданбайық, сақ болайық, қырағы болайық. Әр қазақ өзінің ондағы туысына, жора жолдасына, құда жекжатына, тіпті рулас тайпаласына, жерлесіне жоқтаушы, іздеуші болуы керек. Және әрбір қазақ өзінің туыс туғанын, құда жекжатын Қазақстанға келуге шақыруға тиіс. Қоңырау шалуы керек, талап қылу керек. Ол жердегі үрейленіп, қорқып қалған қазақтарға үгіт насихат жүргізу керек. Және олардың әрқайсысы паспорттарын сұрағаннан қорқып, үркіп, шошып отырған болса, міне қазақтар келіп жатыр, сендер де паспорттарын сұраңдар, бүгін ертең дегенге қалдырмаңдар деп талап қылулары керек. Осыны қазақтар өздері Қытайдың әлеуметтік желілері арқылы ондағы қазақтарға жеткізу керек. Мынау Америка, Еуропаға қазір Қытайлар миллиондап ағылуда. Ұшақтар бүкіл Американың орта және ірі қалаларына, Еуропаның барлық елді мекендеріне сабылып ұшуда. Қытайларға еркіндік берген Қытай Компартиясы қазақтарға да еркіндік беруге міндетті. Ендеше аттан қазағым, ешқашан қалғыма. Жағаласпай жан қалмайды. Қазақ ежелден момын ел. Қырда Қытай аман болсын, ойда орыс аман болсын, ортасында қазағым аман болсын деген ел. Жәбірі жоқ, момын бейуаз қазақты кімдегім бөзек қыламын десе, құқын таптаймын десе, біз оған ешқашан қарап тұра алмаймыз. Біз ежелгі көк түріктердің, ғұндардың, сақтардың, қыпшақтардың, кешегі Үйсін патшалығының мұрагеріміз. Күні кешегі Алтын Орданың мұрагеріміз. Қазақтар адамзат тарихында үлкен шұғылалы тарихтарды жаратқан және таратқан, тамыры тереңде жатқан халық. Біз ешкіммен өздігімізден барып жау болып қақтықпаймыз. Бірақ бізге кімдегім айбар шегетін болса, кімдегім бізге зәбір көрсететін болса, біз оны жер бетінен жойып жібергенше тынбаймыз. Тарих бұған толып жатқан дәлелдерді көрсетеді. Қазаққа тимеген Қытай, ақылын тапқан Қытай болмақ. Ендеше қазақтар жапа тармағай орайдан пайдаланып, Қытайдағы туыс туғандарыңды Қазақстанға алдыруға тырысыңдар. Және олардың іздерегін тұрақты түрде біліп, аман саулығын сұрап тұрыңдар. Қытайлар тісін көрсетіп, миығынан күліп, алдап отырып, арамза сұрқия жоспарын қайтадан іске асырып, кейбір жерлерде қазақтарды қайтадан тұтқындай бастапты. Оған алданбаңыздар. Әр жердегі тұтқындалған қазақ, мейлі сіздің туысыңыз болсын не болмасын, олардың дәлел дерегін Атажұрт партиясына жеткізіп отырыңыздар. Біз әр қазақты өзіміздің жалғызымыз деп білеміз. Әр қазақ біздің жалғызымыз. Қазақтың табанына кірген шөгір біздің маңдайымызға кірсін дейтін азаматтармыз. Ендеше әр қазақтың іздеушісі, жоқтаушысы болайық. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.
Быйылғы Жоңқа ұлыстарының дәстүрлі мерекесі көктем мерекесі байланысымен және 2023 жылғы Баркөл ауданының Қармұз шаңғы мерекесі байланысымен өткізілетін 2 километрлік, 5 километрлік, 3 километрлік, 8 километрлік ат бәйгесі, 3 километрлік жорға бәйгесі өткізіліп алдында тұр. Осының алдында бірі қара жорғаға билеп ортаны думандатып жатқан Баркөл ауданында ғарып халқын көріп көзайын болыңыздар, туыс туғандар, жанашы жақындар. Қармұз мерекесі байланысымен Баркөл ауданында өткізіліп жатқан мына әдемі көріністі көзайын болыңыздар. Міне ой жарайды. Міне Қармұз шаңғы мерекесімен өткізілетін ат бәйге жарысының алдындағы басталу рәсіміне келіп жатқан арулт өнерпаздарын көріп көзайдың болып тамашалап отырыңыздар. Баркөл ауданындағы қимыл. Қандай керемет көрінісі. Міне таусынан даланың сарын ескен әйгілі Досжан Дәулетханұлы бастатқан бишілер. Әйгілі Аманжол биші, Аманжол әнші Күтбай Асылбекқызы. Ертедегі өздеріңіз сүйікті қыздарыңыз әжен де осы Күтбайда бір міне әжен. Ой жарайды, әйгілі Ардақ әнші. Үлкен ақсақалдарымыз, аяулы әжелеріміз де міне билеп жатыр. Қандай керемет көрінісі. Шапалақтарын соғып дүрілдетіп отырыңыздар.